Сәлем барлық сұлуда көркем жандарға, менің есімім Мөлдір, Мока десеңіздер болады. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз мұнда косметика жайлы, тек косметика жайлы ғана емес, шынайы ойымызбен бөлісеміз. Көріп тұрғаныңыздай бетімде ешқандай бояу жоқ, сондықтан бізде бүгін макияж болады. Макияж бір брендпен, ол бізде Буржуа. Буржуаны Қазақстанда көп қыздар жақсы көреді, сондықтан көзім осы косметикаға түсті. Көп созбай макияжымызға кірісейік. Макияжды әдеттегідей тоналкадан бастаймыз. Буржуада тоналканың бірнеше түрі бар. Бұрында мен буржуадан тоналка алып көргеннен кейін бетіме прыщиктер көп шығып кетті. Содан бері буржуаға жолай қойған жоқпын. Енді буржуадан жай тоналка емес, BB крем алайын деп шештім. Ол менде Healthy Mix линиясының тоналкасы. Маған жақсы келеді деп сенермін. Міне осындай тоналка. Көлемі стандарт 30 мг, оттенігі 01. Менің бетіме келуі тиіс. Буржуа француз бренді болғандықтан, әр бренд, әр елдің бренді өзінің қыздарына ориентируется. Сондықтан француз осы буржуаның оттенігі, тоналкалардың оттенігі біраз сарғыш, рыжеватый болып келеді. Сондықтан таңдаған кезде байқаңыздар. Мен бетіме жағайын. Бұл тоналканың финиші матовый емес, яғни сияющий, бетіңіз ылғалданып тұрғандай көрсетеді. 24 сағат делінген. Сайтта 15 SPF бар деп жазылған, ал мұнан сыртында мен онда ешқандай жазу көрмедім. 15% SPF болса, ол өте жақсы. Аздаған иісі бар, бірақ жағымды. Мен бір слой тоналка жағып болдым. Әзірше жағымды, иісі маған ұнап жатыр. Бетімде ешқандай маска сияқты сезілмейді. Покрытиясы төмен болғанмен бетімді жақсы, тонымды выравнивать еткен сияқты. Кімде-кім қалынырақ болғанын қаласа, яғни пигментацияларды жапсын десеңіздер, екінші қабат жағуға болады. Мен тоналканы жағып болдым, консилерға кірсейік. Консилерді мен Healthy Mix алғым келді, бірақ барған жерімде ол болмады. Сондықтан басқа линиянікі Always Fabulous, буржуанікі Always Fabulous 24 сағат, покрытиясы өте жоғары болу керек. Стойкость жақсы 24 сағат делінген, яғни пигментация, прыщик соларды жапқанға жақсы болу керек. Міне мынандай консилер. Аппликатор үлкен. Маған осындай аппликаторлар ұнайды. Көзімнің астына біраз жағайын. Буржуада жаңа новинка дейміз ғой. Мен қарап шыққанда ешқандай новинка болған жоқ. Сондықтан мен бестселлер дейді ғой, сондай нәрселерін алдым. Көбінесе алатын заттарым. Түсін айтпай кетіппін. Түсі менде 12.95. Менің бетіме тым ашық сияқты. Консилерді болдым. Консилер туралы айтатын болсам, түсі маған біраз ашықтау екен. Оны ескермейтін болса, покрытиясы өте жақсы, орташадан толыққа дейін. Көзімнің астындағы сенечоктарды жапты, мына жердегі біраз прыщиктарды жапты. Маған ұнады. Келесі буржуа деген, буржуа ең алғаш рет өзінің запеченный румяналарымен атақты болды. Олардың жасау техникасы 1863 жылдан бері өзгермеді деп өздері айтады. Оған сенеміз. Румяналар осындай кішкентай әдемі футлярчикте болады. Ішінде кішкентай айнамен сондай жағатын щеточкасы болады. Оны қолданған ыңғайсыз, бірақ егер сіз сумкаңызға салып алсаңыз, осыны қолданған жақсы. Алайда мен әдеттегідей кисточканы қолданармын. Мен алған оттенік не осындай. 74-ші оттенік Rose Ambre деп аталады. Отдушкасы өте қатты, бірақ жаққаннан кейін біраз тұрады да кетеді. Кейбіреулерге ұнамауы мүмкін. Азаздан жағайын, өйткені пигментациясы өте жақсы. Мен бұл продуктпен таныспын. Бұрында менде осындай румяна болған, бірақ сындырып алғаннан кейін ары-қарай қолдана алмадым. Басқа оттенікті болған. Пигментациясы өте жақсы, сондықтан ақырын қолдану керек. Свет түсіп тұрғандықтан румянаны қатты жақпауы мүмкін. Кисточкада қалған қалдықты көздің үстіне жағайын. Румянаны жағып болдық. Енді қасымнан кірсейін. Алдындағы видеода айтып кеткендей, менде алған карандашым мен қасымнан тым ашығырақ болды, сондықтан оны жақпаспын, бірақ алайда сапасына қарайтын болсақ, майлы жақсы сияқты. Жеке-жеке қастарымды бояуға ыңғайлы болуы керек. Басқа біреуге құрбыларыма сыйлармын. Ал гельді айтатын болсақ, гельді қазір қасымды бояп алайын біраз.
Ал гельді айтатын болсақ, ол осындай гель түсі 02, 02-ші оттенкта шатен маған сәйкес келу керек, яғни оттеночный гель. Бұны да мен алдында қолданып көргенмін. Сапасы жақсы, менің қастарым жұмсақ, сондықтан қайда жатқызсам сонда қарап тұра береді. Ал қатты қастарға біраз келмейтін сияқты. Және де бір айтатын нәрсе, басқа гельдер көп қолдануға келеді. Бұл тез қатып қалады, яғни көп қолдана алмайсыздар. Мысалы, артвизаждан алған гельді көп қолдануға болады. Көлемдері бірдей болғанмен, мысалы, мұнда 6-да 8 миллиграмм, көлемдері бірдей болғанмен, буржуанікі тез бітіп қалады. Жағып көрейін. Гельді жағып болдым. Қарап отырғаныңызда гель өте жақсы. Оттенгі өте жақсы беріледі, сондықтан қасты алдын ала бояп қажеті жоқ сияқты, карандаштың да керегі болмас. Қасымды өте жақсы уложить етті. Көріп тұрғаныңыздай мына жерлерді қасымды түзеймін деп оттенігін көп жаққан сияқтымын. Алайда маған өте ұнайды. Келесі менде мынандай монотень палетка алғым келді. Ден дұрыс палетка тапқан жоқпын, болмады. Бұл менде 06 оттенікті, өте әдемі түсте. Көлемі румяна екеуі бірдей көрінеді, бірдей айнасы бар. Көлемдері бірдей, бірақ мынандай қолданыста үлкен тень маған особо керек емес сияқты. Алайда теңдерін көрейін дедім. Қолға пигментациясы жақсы беріледі. Енді көзге көрейік. Көздің бір жағына ғана, үстіне ғана жақтым. Пигментациясы көзде қатты емес. Сондықтан көптен жағу керек, және жаққан кезде байқау керек, андай пятнышкамен түседі, сондықтан көп растушевывать ету керек. Көздің астына біраз түседі екен. Тенді жағып болдым. Тен туралы не айта аламын? Теннің түсі өте әдемі. Смоки ай жасауға келеді. Бір жаманы андай жаққан кезде пятно болып түседі, сондықтан тез растушевывать ету керек. И және көздің астына біраз түседі. Ондай көздің астына түсу көбінесе осындай темный оттенктерде кездеседі. Келесі көздің толық макияжын жасау үшін маған туш керек. Мен осындай туш алдым. Туштың футляры маған өте ұнады. Мен алғаш соған қарадым. Оның объем жасайма, ұзындық береме, оған мән бермедім. Әдемі футляр алғым келді. Volume Glamour дейді. Осындай қызыл футлярда. Щеточкасы мне осындай әдемі формада. Объем беру керек. Тушты қолданбай тұрып, керлермен кірпігімді қайырып алайын. Заттардың бағалар туралы айтуды ұмытып кетіппін. Мен осы заттарды алғаннан кейін видео түсірем дегенше буржуаның бағасы 30-35%-ке жоғарылапты. Мысалы, айтылған Healthy Mix BB кремін мен 3771 теңгеге алдым, 10% пайыз скидкамен. Ал қазір оның бағасы 5620-ға көтерілген. Консилерді айтатын болсақ, консилердің қазіргі бағасы 5250, ал мен алған кезде оны 3483 теңгеге алған екенмін. Ал румяна мен теннің бағалары бірдей, 3924 теңгеге алдым. Ал туш 3969. Қазір оның бағасы 5000-нан асады. Туштың щеткасына продукты көп шығады екен. Туш былайынан қарасаң жақсы сияқты. Бір жағынан чуть-чуть ғана объем берді, және де жай ғана кірпікті қараға бояған сияқты. Ал егер де сіздің кірпіктеріңіз өзінің объемы жақсы, ұзындығы да жақсы, жай ғана кішкене бояп қояйын десеңіздер, сіздерге идеально болу керек. Футлярчик әдемі, ауыр, алайда көлемін қарасам 7 миллиграмм екен, әдетте 9-10 миллиграмм болады, бұл аз сияқты. Продукт осындай щеткаға көп жағылады екен. Так, кірпікті болдым, енді ерін қалды. Ерінге мен мынандай карандашпен блеск көп алдым. И алдында распаковка жасаған кезде бұл помадамды сынған күйінде таптым. Либо мен сындырдым, либо өзі сынып жатты уже. Бірінші мен осы помаданы жағып көрейін. Макияжда көзімді біраз бояп, ерінімді темный оттенкта бояған ұнайды. Айтқандай, темный оттенкта бояған маған ұнайды, бірақ бұл помаданың түсі слишком темный сияқты, еще матовый, сондықтан қызық көрінеді. Мен оны қолданбайтын сияқтымын. Ал помаданың сапасына келетін болсақ, жағылуы өте жағымды. 2 қабат қана жақтым. Өйткені андай бір қабатпен слишком ашық көрінетін сияқты. Естественный цвет губ көрініп тұрады. Алайда 2 қабат жаққанмен жағымды, жабыспайды. Бір гелькі жағылды. Сапасы жағынан маған ұнады. Енді осыны түсіртіп,
карандашпен блеск жағайық. Помадан сүрттім, енді карандаш жағайын. Карандаш менде оттенігі 11, Funky Brown. Нюдовый оттенокта. Буржуаның карандаштары маған ұнайды. В меру майлы, в меру қатты қолданған қайлы. Әзірше маған ұнап жатыр, карандаш әдемі. Енді блеск түсімен сәйкес келеді ме екен? Көрейік. Жақсы иісі бар, кәмпиттің иісі. Блеск маған ұнады. Ешқандай да андай жабысқақ әсері жоқ. Түсі бойынша карандашпен жақсы сәйкес келді. Карандашпен үйлеспесе де жаман болмас еді. Мен макияжымды болдым. Ал енді отзывтарымды айтайын. Мен макияжымды болдым. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Тоналка бойынша BB крем маған өте ұнады. Әзірше макияжымды болғанша ешқандай да морщинаға, порларға ағып кеткен жоқ. Стойки, яғни өңімді ашқан сияқты. Келесі ол консилер. Консилердің түсі маған біраз ашықтау сияқты. Алайда покрытиесі жоғары. Көзінің астын жақсы жапты. Азнаулық пигментациямды жапқан сияқты. Ұнады. Румяна. Әрине, буржуаның румянасы керемет. Біраз тек қана одушкасы мен үшін тіп қатты. Тени. Өз басым негізінде осындай тени алмас едім. Бір тень үшін бұл объем өте көп сияқты. Алайда кімге смоки айс ұнайды, кімге осындай түс ұнайды, буржуадан алғыларыңыз келсе жақсы, алайда мынау болып түседі, сондықтан байқау керек. Маған тенді біраз жағып, тез-тез расшоу етіп, оңай жағылатын тендер ұнайды да, мынадай әуресі көп тендер особо ұнай қоймайды. Келесі гель. Гельді мен бұрында қолданғам, жақсы. Бір минусы тез бітіп қалады. Туш маған удлиняющий туштар ұнайды. Ал бұл объемный туш, бірақ қатты объем бере қойды деп айта алмаймын. Біраз ғана объем беріп, кірпіктерімді бояған, қара түске бояп қойған сияқты. Помада бойынша, бұл темный оттенктағы помада сапасы жағынан жақсы, бірақ түсі маған келмейді. Карандаш пен блеск өте керемет. Түсі де ұнады, сапасы жағынан да керемет. Мен макияжымды болдым. Буржуа бойынша сұрақтарыңыз болса, комментке жазып кетіңіздер. Бүгінгі қолданған продукттың ішінде сіздерге не ұнады, не ұнаған жоқ, соны да жазып кетіңіздер. Лайк басып, коммент жасаңыздар, маған стимул болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қош, сау болыңыздар.